Үстел теннисінен әлем чемпионаты күзде Қытайда өтеді деп жоспарланған. Аспанасты еліндегі жарысқа 40 мемлекеттің өкілі жолдама алыпты. Чемпионаттың ең жас ойыншысы Алан Құрманғалиев. Спортшының алдағы жарыстарға дайындығымен тілшілеріміз танысып қайтты. Қазақстанда үлкен теннистен әлемді бағындырғандар үстел теннисіндегілерге де шабыт берген рас. Алан Құрманғалиев адал тердің ақысы жеңіс екенін жақсы біледі, сондықтан тәулігіне 6 сағат дайындалады. Жас ойыншы жыл басынан бері 23 турнирге қатысып топ жарған. Оқуда да озаттар қатарында. Әлемдік рейтинг бойынша да алғашқы үштікте тұр. Мақсат алғашқы сатыға шығу. Больше тренируются у них. Қазір бірінші орында жапон спортшысы тұр. Олар көп жаттығады. Әрі ойыншыда кемі 3 бапкер, жеке массажисті мен психологы болады. Сондықтан олар мықты болып келеді. Жалпы біз күрес пен бокстан әлем бойынша үздіктер қатарында болсақ, олар осы спорт түріне бейім келеді. Қазір алаңда жаттығуға тыңғылықты кіріскен. Тәулігіне 6 сағат дайындалады, 30 шақырым жүгіреді. Қарсыласты қоғадай жапырғын келсе, осыдан басқа жол жоқ дейді жас спортшы. С ним нужно более тактично играть. Оларда тактикалық тұрғыда тізе бүктіруге болады. Бұл ойында тек жылдамдылық пен шеберлік емес, баспен ойлау керек. Жылдам шешім шығару тиіссің. Қателікке жол бермеу басты мақсат. Тек сонда ғана қарсыластан басым түсесің. Қазір Қазақстан құрамасы үстел теннистен әлемнің үздік 40 мемлекеті арасында кемі 16 орынға тұрақтауды жоспарлап отыр. Жарыс қыркүйек айының соңында басталады. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайран Ақанбаев, Зарина Зұлпықар, Қарағанды, қорытынды жаңалықтар.